Ассалаумағалейкум достар, менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Мынандай жағдай болды бізде. Скатта жүрген едім. Бір кісі айтты, мақсат 2 скатпен жұмыс жасауға бола ма Озонда деді. Соған арнайы бүгін кішігірім съемка жасап отқан жайымыз бар. Комментарийға өздеріңіздің қалайтын сұрақтарыңызды жазып кетсеңіздер, соларға арнап біз каждый раз видео шығарып отыратын боламыз. Бұл каналды ашу себебіміз сіздерге пайдалы, қызықты және дұрыс информациялармен бөлісу. До конца көріңіздер. Сіздермен бірге мен Мақсат Жұмабек. Енді бізде мынандай кішігірім нюанс болады. Менің қолымда товар болады, өзім қаланың сыртында тұрамын, или Шымкент қаласында тұрамын. И екінші барахолканың товарын сатқым келеді. Яғни менің 2 скатпен одновременно жұмыс жасағым келеді. Сол проблеманы қалай шешеміз? Оның шешімі өте оңай. Біз 2 скат қосып қойып, сонымен жұмыс жасасақ болады. Қазір экранға назар аударайық. Сіздер товар салып болғаннан кейін ол готов к продаже болады да. Наска деген басып, тупо количество жаза салатын едік. Допустим, 20 деген сияқты. Бірақ мынау менің таңдаған скатыма ғана ол жасалынады. Мен екінші скат қосу үшін ФБС-ке барып склад и метод деген бөлімге өтемін. И создать склад дегенді тағы басып, оған уже өзімнің екінші складын басамын. Допустим, Шымкент. Телефон номер неважно. Мен 777 қаласынан болады. Город дегенге, допустим, уже мен Шымкент қаласын таңдадым делік. Өйткені мен өзім Шымкентте тұрып, қолымда тағы да товар бар деген сияқты. Көше Нұрлы жол, индекс білмеймін, өтірік жаза салдым. Далее, время на подготовку 10 сағат. Суббота воскресенье істей берем, дүйсенбі істей берем. Мерде Озон сохранитті басып и добавить метод доставкиға кірсем, мына жерде екеуі автомат түрде танылады. Одан кейін менде Шымкент қаласының картасы ашылады. Осы жерде мен уже екінші скат таңдайтын боламын. Карта загрузка болсын, допустим, маған біреуін таңдай салайын, повозы деп. Время отгрузки ең соңғысын таңдаймын, сағат 8-ге дейін кешкі, выбрать и далее. Мына екеуіне галочка қойып сохранить етемін. Енді мән беріп қарасақ, мына жерде бізде рахат деген бір скат шықты. Ол егер fulfillment услугасын қолданған болсалар, ол скат болады. Екіншісі Шымкент деді. Обновить еткен кезде екеуінде активный болған керек. Енді қайтадан мен список товарға кірсем, готов к продаже деген товарға өтсем, остаток жазатын кезде мына жерде уже рахаттан бөлек Шымкент деген шығады. Яғни мен товарлардың барлығын сортировка жасап қойым керекпін. Допустим, шампунь менің қолымда барахолкада жоқ. Ол мен бағамда рахатқа емес, мен Шымкент дегенге количество жазып қоямын, 20 штук деп. Ал екінші одан кейінгі товар, браслет болса, браслеттің мен үстіне басып 10. Ол тек рахатта болу керек. Шымкентте 0, рахатта 10. Яғни маған заказ түскен кезде мен именно рахатқа жіберем, ал шампуньға заказ түссе именно оны Шымкенттен ғана жіберем. Өйстіп біз қарапайым процесспен жасасақ болады. Осындай қысқа ғана процесс, бірақ полезный болды деп ойлаймын. Будущем біз бұған мүмкін Ресейдің скадын қосамыз. Ресейдің скадын сіздер егер компьютер арқылы кірсеңіздер шықпайды, бірақ сотка арқылы жасасаңыздар шығады. Допустим, ФБС Москваны қосуға болады деген сияқты. Сөйтіп қосып, соларды да мен бір күні процесстарды көрсететін боламын. Вообще выгодно ма, выгодно емес па, в целом ол система жұмыс жасай ма деген сияқтылар. Бірақ әзірге Россиядан fulfillment біз кездестірген жоқпыз, сол себепті оны әлі тест жасаған жоқпыз. Видеоны аса лайк басыңыздар, комментарий қалдырыңыздар, қандай көмек керек солар жазып кетіңіздер. Сол бойынша келесі видео түсіретін боламыз. Және де Instagram каналыма тіркеліп кетіңіздер. Ол жақта да көп пайдалы осындай кішігірім лайфхактармен бөлісіп отырамын. Сіздермен болған мен Мақсат Жұмабек.